Біз жаңалықтар легін бастаймыз. Эфир тізгінінде мен Бибінур Қаражанова, армысыздар. Қазалы ауданы әкімдігінің мәжіліс залында Қазалы ауданы әкімі Мұхтар Оразбаевтың төрағалығымен әкімдік және аппарат мәжілісі өтті. Мәжілістің күн тәртібінде ауқымды мәселелер көтеріліп, тиісті басшылықпен және ауылдық округ әкімдерімен шешу жолдары кеңінен қарастырылды. Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаевтың төрағалығымен өткен әкімдік мәжілісінің күн тәртібінде қаралған бірінші мәселе Қазалы ауданындағы және аудан аумағындағы сәулет қала құрылысын қадағалау жұмыстары жайында болды. Мәжіліс басталмас бұрын аудан басшысы жаңа қызметке тағайындалған басшыларды жаңа қызметімен құттықтап, сәттілік тілеп, жұмыстарға ұқыпты болуды жүктеді. Ауданымызда электр желісінде әлі де көптеген проблемалар бар, оны біртіндеп бірлесіп шешіп келе жатырмыз. Кент бойынша да және мекендер бойынша да көптеген жобалар жасалды. Осы жұмыстарды арман қарай жалғастырып, өзіңіздің әріптесіңіз Ерболат Жайықбасовпен жұмыстарды жалғастырып, халыққа сапалы электр жарығымен қамтамасыз етуіміз керек. Сонда халық бізге бағасын береді. Сізге жұмысыңызға жақсы деген сенімді нығайтатындықтан халық электр жарықсыз, электр желісіз қалмау керек. Осыған жүйелі жұмыс жасауға мен сәттілік тілеймін. Еңбегіңізге жеміс жалғасуымен бірге осы саланы іске алға жетелеу деген ойдамын. Сәттілік болсын. Рахмет сізге. Әкімдік мәжілісінен соң аппарат мәжілісінің күн тәртібінде қаралған өзекті мәселенің бірі жұмыспен қамту индикаторларының орындалу жай-күйі туралы болса, екіншісі әлеуметтік желіде халықпен тығыз байланыс орнату және жетілдіру мәселесі болды. Сонымен қатар аудан басшысы тұрғындардан қашқақтайтын ауыл әкімдеріне қатаң ескерту жасап, халықпен үнемі байланыста болуды, ауыл адамдарының мұң-мұқтажына құлақ аса отырып, санға емес, сапаға жұмыс жасауды тапсырды. Бұл күреске орай бізде осындай әлеуметтік желіні қараймыз, бірақ соған кері байланыс мүлдем жоқ деуге болады. Мен міндетті түрде бөлім басшыларыма, болмаса орынбасарыма, болмаса аппаратқа талап айтып жатсам, бөлім хабар берсін, ақпарат жазсаңдаршы, айтып жатыр, дұрыс свет тұрайды, жол тұрайды, басқа тұрайды, оған бюджеттен қаржы керек, оның өзінің кезектігі бар, оның заңдылығы бар, оның құжатын жасау керек, құжаттандыру керек. Оны бюджет өткізу керек. Одан кейін ол қаржы бөлінсе, мемлекеттік сатып алу керек. Бір жылдай халық соны кетеді деп алады. Міне соның төңірегінде біз жауап бермейміз, әрекет жасамаймыз. Соның салдарынан теріс қарай пікірлер қалыптасып жатыр. Өкінішке орай халқымыз емес, бірақ кейбір әріптестеріміз бар, сол салдырда отыр. Оны мен біліп жүрмін, көріп жүрмін. Ауданға қатысты жайылған сыни материалдардың басым бөлігі тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында мәселелер, автомобиль жолдары, газ, аяқ су, жұмыссыздық, денсаулық сақтау, білім саласы, ветеринария саласы мәселелері бағытталған. Өздеріңізге белгілі әрбір жазылған мәселелерге жергілікті жауап жолдап, кері байланыс орнату барысында міндетіміз осы мақсатта WhatsApp мессенджерінде оперативді және SMM мамандық сайттары арнайы ашылғанын білесіздер. Онда аудан әкімінің орынбасарынан бастап құқық қорғау органдарының басшылары мен мекеме кәсіпорын басшылары және кент ауыл округ әкімдері басшылары. Бөлім тарапынан желіде жарияланған әрбір сыни пост осы чаттарда скриншотталып, сілтемесі қоса жолданылды. Негізінен сыни жазбаларда бір сағаттың ішінде кері байланыс орнату қажеттігі туралы тапсырма берілгеніне қарамастан, әлі дейін 87-ге жуық постқа нақты жауап орналастыру мәселесі қалыптасып қойылды. Осыған байланысты арасында әлеуметтік желі мен белсенділер тарапынан жергілікті мемлекеттік органдарға мүлдем сенбеушілік пікірлер басым. Сондықтан әр сала басшылары өздеріңізге қатысты жарияланған ақпаратқа дер кезінде жауап беру мәселесі жолға қоюларын сұраймын. Шығарылған сыни бағыттағы материалдарға әрбір мекеменің өзінің ресми парақшасы бар, сол арқылы жауап беру керек. Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев әкімдікпен және аппаратпен өткізген мәжілістің соңында жылу беру маусымының жақындап келе жатқанын айтып, сала басшыларына қатаң тапсырмалар жүктеп, сақадай сай болуын қатаң түрде тапсырды. Бибінур Қаражанова, Айбек Нұрлыбек, Дәуренбек Қайроллаев, Серік ТВ телеарнасы.
Кеше айтып келмейтін апат дала өрті пайда болған кезде ерікті өрт сөндіру жасақтарының және де мекеме ұйымдарының дайындығын жетілдіру мақсатында Қазалы қаласында орман және дала өрттерін сөндіру бойынша өрт тактикалық оқу-жаттығу өткізілді. Кеше Қазалы ауданына қарасты Қазалы қаласы Қазалы-Қарлан тас жолының 5 шақырымында Қарақұм орманшылығының 56-шы орамында орман және дала өртін сөндіру бойынша өрт тактикалық жаттығу Қазалы аудандық төтенше жағдайлар номер 9-шы өрт сөндіру бөлімінің және Қазалы орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мекемесі қызметкерлерімен бірлескен түрде жүргізілді. Оқу-жаттығу жұмыстарына арнайы барған Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев өрт орын алғанда оны жою үшін жұмылдырылған азаматтық қорғау қызметтері мен құрылымдарының әзірлігін тексерді. Өрт бөлімінің азаматтары да мына орман шаруашылығы да, жаңа мына электр торабы да, полиция бөлімі де бәрі де өздерінің жұмыстарына кірісіп жатыр. Біз қай уақытта да елдің халыққа қолайлы өмір жасау жағдайын қамтамасыз етуіміз керек. Жаңадай созылмалы дала өрттері болса, алғашқы ұшқынын дейміз, соны ауыздықтап, оны сөндіруіміз керек. Оны арман қарай жайылмау керек. Оны арман қарай әрекет ету сатысы, яғни орманшы көрді, өзінің басшылығына хабарлама беріп, одан орманшылардың техникасымен келем дегенше біздің орталық өрт бөліміне хабарлама жасайды. Жалпы бізде қазір осы бірінші әрекет ету төңірегінде іс-шара жоспары бекітілген, алгоритм бекітілген. Мен соның төңірегінде бүгін жұмыс жасадыңыздар. Жаңағы оттың ауыздықтау, оны жою, оны сөндіру, білесіздер ғой, енді созылмалы өрт қай уақытта да қайтадан тұтанып кету қаупі бар. Оның ішінде мына орман аймақ, біздің Қызылорда облысы Қазалы ауданы орман аймақтарына кіреміз. Алдағы уақытта біздің тек жұмысымыз осы оқу-жаттығумен болсын. Тек қана біз жақсылықта жүрейік, елдің бірлігінде халыққа абыройлы қызмет ете берейік. Әр қызмет өздерінің жұмысын абыройлы атқарса, бұндай шығындарды алдағы уақытта жоямыз да, көзін болдырмаймыз да. Аудан басшысы Мұхтар Оразбаевтың жетекшілігімен өткен өрт тактикалық жаттығуға Қазалы аудандық номер 9-шы өрт сөндіру бөлімінен және номер 15-ші өрт сөндіру бекетінен 2 өрт сөндіру автокөлігі, көмекші УАЗ автокөлігі, 27 қызметкер, төтенше жағдайлар бөлімінен 3 қызметкер, жалпы арнайы қызметкерлерден 14 техника мен 72 қызметкер қатыстырылып, жоспарға сәйкес жұмыстар атқарылды. Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаменті басшылығының бекіткен жоспарына сәйкес аудан көлемінде дала өрттерінің алдын алу мақсатында өрт тактикалық жаттығу жүргізілді. Өрт тактикалық жаттығуға аудандағы коммуналдық қызметтер қатыстырылды. Барлығы жалпы 18 техника, 72 қызметтер қатыстырылып, өрт тактикалық жаттығу жұмыстары жүргізілді. Өрт тактикалық жаттығу 2 кезеңнен жүргізілді. Бірінші кезекте саптық қарау жүргізіліп, міндеттері, атқаратын қызметтері тыңдалды. Сонымен қатар екінші тактикалық кезеңде Қазалы орман шаруашылық жануарлар дүниесін қорғау мемлекеттік мекемесінің 56-шы орамында іс жүзінде сабақтар жүргізілді. Яғни жаңа айтып өткенімде 72 қызметкер жұмылдырылып, өртті ауыздықтауға жұмыс жасалды. Өрт тактикалық жаттығу барысында 3 адамға жедел жәрдем қызметі көрсетілді. Алғашқы көмектері көрсетілді. Өрт тактикалық жаттығу өз деңгейінде өтті деп есептейміз. Қазір осы тұрғанда Қарақұм орманшылығының 56-шы оралымында өрт жағдайы тіркеліп, орманшылық басшысының орынбасары Нұрлыбек Маман хабарлама беріп, сол хабарламаның сәтіменен ұйымдастыру жұмыстары жүргізіліп, біздің өзіміздің саладан бір пожарный автомашина өрт сөндіретін, 4 өрт сөндіруші, 20 қызметкер, 3 ХТЗ тракторы, соқасыменен, 1 вахтовка автобус, 1 КАМАЗ бортовой, және 1 трактор су тасығышпенен. Соның жұмылдырылып, осын дер кезінде келіп, сөндіріліп, ол сөндірім дегенше аудандық төтенше жағдайлар бөліміне хабарлама беріп, олардан жәрдем көмек келіп, осы тұрғанда жіберілген жерден 2-2,5 гектардай жер табиғатқа залал келіңкіреп тұр.
Бибинур Каражанова, Айбек Нурлыбек, Дәуренбек Кайрулаев, Серік ТВ телеарнасы. Қазалы ауданы Тасарық ауылында жаңа әкімдік пен орталық саябақтың ашылу салтанаты өтті. Құрылысын бастап өз қаражатымен демеушілік жасаған ауылдың тумасы, Қазалы аудандық мәслихат депутаты, жеке кәсіпкер ел ағасы Райымбек Бөлебаев болды. Қызылорда облысының құрылғанына 85, Қазалы ауданы 95 жылдық аясында Қазалы ауданы Тасарық ауылында сүйінші жаңалық та көп, оны атап өтетін тойда жетерлік. Соған орай Тасарығым тал бесігім атты мерекелік шара ұйымдастырылды. Басты себеп ауылда жаңа әкімшілік ғимараты мен орталық саябақтың ашылуы. Дүбірлі тойға арнайы келген Қазалы ауданы әкімінің орынбасары Күнтілес Назымбеков жиналған тұрғындарды қуаныштарымен құттықтап сөз бастады. Құрметті Тасарық ауыл тұрғындары, бүгінгі сіздердің ауылда бастау алып атқан ауыл күні қарсаңында Тасарық ауылдық округінің әкімшілігінің ғимараты ашылғалы тұр, өздерінің қатысуларыңызбен. Шынымен де жаңа айтып атқандай, осы Тасарық ауыл округі ең соңғы ашылған ауылдардың бірі, кезіндегі жердің шалғайлығына байланысты елді мекендерді біріктіріп, оңтайландыру уақытында осындай біраз ауыл округтерді біріктіріп, одан кейін қайттан өз қалпына келтірген уақытта осы 500 халық саны 500-ден асатын елді мекендерді қайттан бөлік ауыл округі қылып ашылған. Соның бірі міне осы Тасарық ауыл округі. Өткен жылы енді осындай елді мекендердің ғимараттарын ауыл әкімшіліктерінің қайттан жаңарту жөнінде ұсыныс болып, бірақ ол барлық ғимараттардың бәрін бюджеттің есебінен салып шығу мүмкін болмады да, жеке кәсіпкерлер өздері салып, мемлекетке сататын осындай жолды тауып, енді ол шынымен де бір округке осыны салу үшін құрылғанда осындай шағын дегенменде 60-70 миллион теңге бюджеттің қаржысы кетеді. Ал жеке салып беретін болса 10 миллион мен 15 миллионның ортасында салып жатыр. Былтыр мысалы 12 миллион болатын болса, биылғы жылға 14 миллионмен осындай ғимараттарды салып жеке кәсіпкерлер мемлекетке өткізіп жатыр. Соның бірі мына өздеріңіздің Қазалы аудандық мәслихаттың депутаты, өздеріңіздің елділерден сайланған Бөлебаев Райымбек осы ғимаратты ауылдың несіне салып берем деп өзі бейлен соны бітіріп ойдағыдай тапсыруға жақын. Бүгінгі шараларыңыз тағы құтты болсын. Мына ашылайын деп тұрған ғимарат халыққа қызмет жасасын деймін. Осы жерге барлық ауылдың тұрғындары негізгі мүддесін айтып келіп, қажетті мәселесін осы жерден келіп шешетіндей жағдайда болып, соған қызмет жасасын. Ауыл халқының және қонақтарымен өткен мерекелік шара жоғары дәрежеде өтті. Қазақылықтың есі кетпеген Тасарық ауылында этно-ауыл көрінісі келушілерге ерекше көңіл күй сыйлап, клуб жанынан құрылған Асыл әжелер ансамблі тойдың мәнісін кіргізді. Одан бөлек Қазалы аудандық мәдениет және спорт бөлімінің басшысы Болат Жолтаев Тасарықтық ағайындарды атаулы күнмен және жаңа нысандардың ашылуымен құттықтап, тәлімі мен тәрбиелік мәнісі бар сөз айтып, ауылдың көркеюіне үлес қосып жүрген ел жанашырларын марапат биігіне шығарды. Бүгінгі күні ауылымыз өзінің мәдениеттілігін, өзінің ауызбіршілігін, іргесі бұзылмағандығын, сыртқа кеткендерді іздейтіндігін, өлгенін тірілтіп, өшкенін жағатынын көрсетіп жатыр. Ауыл, Тасарық ауыл болғаннан бері тек қана ілгері басушылық бұл ауылда. Бұрын бір 10 шақты жыл бұрын өз қызметте жүріп келгенімізде ескі үйлер, көшеде жарық жоқ, сондай бір ауыл еді. Қазір қарап отырсаңыз, Тасарық көп ауылдардың алдына түсіп кетті. Қаланың, ауылдың сәнді салтанатты болуы халқы мен әкімінің саясатына тікелей байланысты деп Мұхаммед пайғамбар айтқан. Сондықтан әрқашанда ағайын құрметті болыңыздар. Ауылымыз гүлдене берсін. Екіншіден, осындай істі бастаған азаматтар аман болсын. Аман ердің аты озат деген ағайын. Сондықтан ер азаматтар аман болсын. Және де ер адам бас болса, оны бұратын қай уақытта да оны әйел азаматтар, қыздар мойын. Сондықтан әрқашанда мойнымыз әрқашанда мықты болсын. Солардың әрқашанда денсаулығын берсін дейміз. Және де біздің болашағымыз бала. Осының барлығы ұрпақ үшін жасалды батыр. Ұрпағымыз аман болсын. Бұрынғылар балдар айтатын еді, баламыздың қызығын көрейік деп. Енді балдар да бізге, біз ата бабамыздың
үлкендердің қызығын көрейік деп айтады. Сондықтан әрқашанда қызығымыз таусылмасын, аузымыз бір болсын, еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Алла тағала біздің тілегенімізді қабыл етіп, осындай әрқашанда сән салтанатты, үлкен ғибратты, өнегелі істерде кездесе берейік. Алғысхатпенен Шамаран Болатбек Әмірбековичті марапаттаймыз. Қошеметтеріңіз ағай. Мінекей бүгін ауылымызда үлкен дұбырлы той өтіп жатыр. Біз үшін бұл үлкен қуаныш. Ауылымызда әкімшілік жаңа ғимараты және ауылымызда үлкен орталық алаң және кәсіпкерлік Дилшат атты нысанымыз ашылып жатыр. Бұл үлкен біздер үшін жетістік, қуаныш. Осы ғимараттардың бақыт саябағымыздың бөлінуіне атсалысқан жоғары белсенді азаматтарымызға үлкен алғысымызды айтамыз. Мінекей мына біздің клубымызда 4 үйірме жұмыс жасайды. Халықаралық, облыстық, республикалық, аудандық байқаулардың жеңімпаздары болып, марапаттарға ие болып келеміз. Биыл мінекей ауылымызда Асыл әжелер тобы ашылды. Асыл әжелер тобының құрамында 12 әжеміз бар. Жаңа ең бірінші осы Қазалы қаласының, Қазалы ауданының 95 жылдығына байланысты жаңа Қазалы вальсін орындадық. Және тағы ауыл күні болғаннан кейін ауылымыздың ауылым әнін орындап шықтық. Неке алда әлі талай жетістіктерге осы әжелерімізбен жетеміз, мақтанамыз деп сенім артып отырмыз. Қазалы ауданының тұрғындары және ауыл тұрғындары сонау Алматыдан бастап келген жерлестерімізге, мінекей біздің қуанышымызға ортақтасып келіп жатқан барша ағайындардың бәріне Асыл әжелер клуб жанынан құрған Асыл әжелер тобының атынан алғысымды айтамын. Бүгін Қазалы ауданы Тасарық ауылында үлкен мерекелік шара болып жатыр. Соның бірі ауылымызда ауылдық әкімшілік ғимараты және орталық саябақтың ашылуы болып жатыр. Бүгін Тасарық ауылында үлкен мерейтой, Сұлтанмұратов көшесінің атынан бесік жырын айтып, өз үлесімді қосып жатырмын. Аудан әкімінің құрмет грамотасына ие болып жатырмын. Осы үшін қуаныштымын. Ауылымыз гүлденіп көркейе берсін. Азаматтарымыздың дендері сау болсын әрқашанда. Ауыз біршілігіміз мол болсын. Осындай жақсы үлкен тойда бір ауыздан жол жең шығарып, барлығымыз құлшынып еңбектеніп жүре берсін балаларымыз. Дендері сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын, Аллаху акбар. Ауыл руханиятымыздың темір қазығы, құндылықтарымыздың алтын бесігі, қазақылықтың қаймағы бұзылмаған нағыз сыр сандық іспеттес. Кішіпейілділікті, көгі көрегенділікті өрі көретін Тасарықта еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін сыйластық пен ұйымшылдықтың не екен тек қазалылықтарға ғана емес, барша қазақтарға ұғындырғандай. Бибінұр Қаражанова, Айбек Нұрлыбек, Дәуренбек Қайролаев, Серік ТВ телеарнасы. Әзірге арнамызға келіп түскен ақпараттар тәмам. Осы және өзге де жаңалықтарды әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Әр шаңырақта Серік ТВ арнасы қосулы болсын. Келесі көріскенше аман болыңыздар.